Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, сіздермен бірге Айсәуле Сайлауқызы. Бүгін мен сіздерге ата-аналар жиналысына арналған жаңа тренингтер мен жаттығулар ұсынбақшымын. Алдымен осыдан 2 ай бұрын жасаған ата-аналар жиналысына арналған тренингтегі видеом туралы айтқым келіп тұр. Осы видеодағы айтылған тренингтерді, жаттығуларды, идеяларды пайдаланған мұғалімдерден маған өте жақсы пікірлер келген болатын. Яғни мұғалімдер соның ішіндегі материалдың барлығын пайдаланып, жиналыстарын өткізіп, басшылықтан, жиналысқа қатысқан мұғалімдерден өте жақсы баға алып, ата-аналар да риза болып, ризашылығын білдіріп, бұндай жиналыс бізде бұрын болмаған деп, сондай бір жақсы пікірлермен бөліскен болатын. Сондықтан соның жалғасы ретінде тағы да басқа да идеялар ұсынайын деп осы видеоны жасап отырмын. Егер сіз бұрын жасаған видеомды көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көруге кеңес беремін. Өйткені ішінде өте жақсы материалдар жинақталған. Видеоға лайк басып, каналға жазылып, қоңырауды басып қойыңыз. Алдағы уақытта да пайдалы ақпараттарды бірінші болып алып отырасыз. Сонымен кеттік. Басты мақсат, ата-аналар жиналысының басты мақсаты ата-ана мен мұғалімнен бір команда құру. Яғни баланың жан-жақты дамуына, жақсы оқуына, жақсы азамат болып қалыптасуына көмек беру үшін, бірлесе жұмыс жасау үшін ата-ана мен мұғалімден бір команда құруға тырысамыз. Жиналыстан бұрын сізге бірінші не дайындап қойған дұрыс. Жиналысқа келген ата-ана әдетте баласы туралы көбірек білгісі келеді ғой. Яғни мектепте өзін қалай ұстайды, қалай дамып жатыр, қалай оқып жатыр. Сол үшін сізге баланың дейін және кейін жұмыстарын дайындап қойсаңыз болады. Мысалы, жылдың басында біз осындай болатынбыз. Міне қазір мынандай жетістіктерге жетіп отыр. Бастауыш сынып болса жазу жағынан да жұмыстарын алдарына көрсетсеңіз, ол үлкен плюс болар еді. Әр оқушыға қатысты мәліметтерді жинақтап қойғаныңыз дұрыс болады. Мысалы, ата-аналар менің балам қалай деп сұраған кезде жақсы етіп толық жауап бере алатындай. Одан кейін үзіліс, мысалы, жиналыстың арасында кейбір жаттығулардан бұрын, кейін арасында қызықты оқиғалар жазып түртіп қойсаңыз, өзіңізге мысалы көп жағдайлар болып жатады, қызықты, күлкілі балаларға қатысты. Мынандай шараға былай қатыстық біздер. Осы оқушымыз былай жасады, балалар былай дайындалды, былай атсалысты деген сияқты кішігірім әңгімелер дайындап қойсаңыз да жақсы болады. Ең басты ата-ана жиналысқа келгенде не білгісі келеді? Ол баласының бақытты екенін, осы ортада, осы сыныпта атмосфера оны бақытты қылатынын білгісі келеді, баласының қауіпсіздікте екенін білгісі келеді, және оқу процесінен жақсы сезімдер алатынын білгісі келеді. Мысалы, тренингтерді, жаттығуларды ұйымдастырмастан бұрын тренинг шарттарын айтып шығуыңыз керек. Олар мынандай болуы мүмкін. Өзіңіз құрып алсаңыз да болады. Тренингке, жаттығуларға белсене қатысу керексіз. Бір-біріңізді бөлмейсіздер. Және үйіңізге барған кезде тренингте басқа адамдардың не істегенін, не айтқанын айтпайсыз, тек қана өзіңіз туралы бөлісе аласыз дегендей. Соны қабылдаған қатысушылар қабылдадым деп лайк көрсетеді, қабылдамаса дизлайк көрсетеді. Мен сіздерге қазір ата-аналармен ұйымдастырылатын алдымен айтып шығам. Одан кейін оқушылар мен ата-аналар да қатысатын жиналыстар болады ғой. Бала да, ата-ана да қатысатын. Оған да 1-2 жаттығу айтатын сияқтымын. Ескерту айтып кетейін. Бұл жердегі тренинг болсын, ойын болсын, осы видео болсын, немесе одан бұрынғы видео болсын, ішінен сіз барлығын подряд өткізуге міндетті емессіз. Өзіңіздің тақырыбыңызға, мақсатыңызға, жиналысыңыздың өзіңіз ішінен таңдап аласыз. Басынан аяғына дейін мен айтқан заттарымды өткізіп беру міндетті емес. Тақырыбыңызға сай болса ғана алыңыз, яғни сіздің тақырыбыңызды аша алу керек. Ортақ жұмысқа бағытталу үшін ассоциация ойынын ойнатайық. Бұл бәріне таныс белгілі ойын, бірақ сіз өз тақырыбыңызға сай қылып, тақырыбыңыздан алған сөзді пайдалансаңыз болады. Мысалы, отбасы болса, отбасы дейді, екінші адам ата-ана дейді, одан кейінгі адам мейірімділік деген сияқты. Сіз берген тақырыпқа ұжымдық әңгіме құру, әңгімеге жиналыс тақырыбына сай атау бересіз. Әр қатысушы бір сөз қосу арқылы бір бетке әңгіме жазылады. Мысалы, бірінші бос бетті бересіз, тақырып үстінде жазылған болу керек. Мысалы, ата-аналар 2 топқа бөліп қойсаңыз да болады. Болмаса, ата-ана аз болса, 1 топ құра бересіз. Бірінші ата-ана бір күні десе, екінші ата-ана әсел, мектепке да барып деп әркім өз ойынан бір сөз қосып, соңында бір әңгіме шығу керек. Соны айта кетесіз алдымен шартын. Топқа бөлеміз. Біздің ортақ ісіміз. Бірінші топ отбасы міндеттерін, екінші топ мектеп міндеттерін және неге басты назар аудару керек екенін жазып шығады. Одан кейін екеуін де оқып, екеуіне де ортақ іс табамыз. Мысалы, біздің ортақ ісіміз отбасы күн тәртібін сақтауға, дұрыс тамақтандыруға міндетті, балаға дұрыс тамақтануына мән беруге. Ал мектеп сапалы білім беру, жан-жақты дамуына ықпал ету керек. Бұл жерде жан-жақты дамуына ықпал ету ол тек қана мектептің емес, отбасының да міндеті. Яғни біздің
біздің ортақ ісімізде осы жерден ортақ істерімізді тауып аламыз. Және де маған көбінесе мұғалімдер мынандай сұраныспен жазады. Осы ата-аналар жиналысында бізге орындайтын жаттығулар болса, жазбаша жұмыстар болса деген сияқты. Соған байланысты мен мынандай электронды вариантта дайындап қойдым. Бұл таратпа ретінде таратып беруге болады. Балаңызды жақсы көретініңізді айтудың 99 мүмкіндігі. Яғни 99 жылы мен сені жақсы көрем деп айтудың басқа да 99 жолы бар екен. Соларды тізіп жазып қойдым. Жадынама ретінде таратып берсеңіз болады. Ата-ана өзінде сақтайды да. Әдетте біз ұмытып кетеміз ғой, балаға жақсы көруімізді көбінесе күйбең тірлікпен жүріп мән бермейміз, айтпаймыз, ал бала оған өте мұқтаж деген сияқты түсіндіріп айтамыз. Сіз осы сөздерді пайдаланып, күн сайын біреуін айтып отырсаңыз да балаңыздың өзіне деген сенімділігін көтере аласыз деген сияқты, өзін бағалауын. Сол арқылы мысалы сол сөздердің қасына тик қойып отыратындай да. Тик қойса да болады, қоймаса да болады. Жалпы ата-ана жақсы көрем дегенді басқаша қалай жеткізуге болатынын мен танысады осы жаттығу арқылы. Одан кейін мынандай анкета дайындап қойдым. Жақсы бала, жақсы ұстаз, жақсы ата-ана деген. Әр осы балаға, ұстазға, ата-анаға қатысты жеке қасиеттер жазылған. Соның ішінен ата-ана отырып сол жерде орындауға болады. Жиналыс кезінде 5 қасиетін таңдайды ішінен. Балаға қатысты, ұстазға қатысты, ата-анаға қатысты. Ал енді егер де біз оқушылар мен ата-аналарды да қатыстыратын болса, ондай жағдайда біз мына жаттығуды ұйымдастырсақ болады. Керемет ата-ана, керемет бала. Балалар бірігіп ең жақсы ата-ананы сипаттайтын сөздер жазады, ал ата-аналар бірігіп ең жақсы баланы сипаттайды. Тізімдерді оқылады және осы тізімнен өздерінде бар қасиеттерді айтады және осы тізімнен өздеріне керек-ау деген қасиеттерді атап шығады. Соңында түйін: идеалды мінсіз адам жоқ, кемшілік бәрімізде бар, бірақ оған қарамастан ата-ана баланы, ал бала ата-ананы жақсы көреді. Осы тізімді жыртып, соңында құшақтасуға болады. Әр қарай ересек бала, оқушылар мен ата-аналар екі топқа бөлінеді. Онсыз да бізде бөлініп тұр ғой, оқушы және ата-ана. Осы жерде балалар өздерін ересектің орнына қояды, ал ата-ана өздерін балалардың орнына қойып көреді. Талқылайды, не істер едің? Мысалы, балалар, оқушылар тұрады да, егер мен ата-ана болсам, былай жасар едім, былай жасар едім деп өз ойларымен бөліседі. Ал ата-ана баланың орнында болса, мен ата-анама былай жасар едім деген сияқты. Болмаса мен өзімді былай ұстар едім. Өз ойларымен бөліседі, талқылайды соңында. Бір бүтін деген ойынды ойнатуға болады. Оны тек қана ата-аналар, оқушылар емес, ата-аналардың өздеріне ғана жиналыс жасаған кезде ұйымдастыруға болады. Мысалы, бір ана, бір бала, екі қатысушыны аламыз. Бірі сол қолын ғана пайдаланып, бірі оң қолын ғана пайдаланады. Әр жұпқа қағаздан поделка жасатамыз. Мысалы, самолет болуы мүмкін, кеме, немесе тағы не жасауға болады қолдан, қағаздан. Бірдеңе жасатамыз, сонда олар тек қана бір қолын ғана, бос қолдарын ғана пайдаланады. Және бұл жаттығуды қиындату үшін үндемей жасауды пайдалануға болады. Яғни олар бір-біріне айтпайды, мынаны былай істе, мынаны былай істе деп, тек ымдап, рамен білдіріп, біреу оң қолын ғана пайдаланып, біреу сол қолын пайдаланып, соңында айтылған нәрсені жасап шығу керек. Таратпа материал, мысалы, біздер осыған дейінгі жиналыстарда 8 кеңес балаңызға айтуыңыз керек, 8 сөз дегенді таратып едік. Енді осы жолы біздер біздің үйдің ережелерін таратсақ болады. Осындай әдемі дизайнда жасалды. А4 форматта, қаласаңыз А3 форматта да алсаңыз болады. Бірақ енді А4 ыңғайлы шығар. Фотобумагаға шығарасыз, болмаса түрлі түсті қылып шығарып ламинаттасаңыз болады. Және артына магниткалар жабыстырып берсеңіз, ата-аналар үйлеріне барып тоңазытқышқа іліп қоятындай қылып. Жиналыс соңында кері байланыс алу үшін мен мынандай электронды вариантта жасап қойдым. Жиналыс соңында ата-аналардан кері байланыс алу үшін мысалы мынандай парақшалар таратып бересіз. Ол жерде былай жазылған: құрметті ата-ана, бүгінгі шарадан алған өз пікіріңізбен бөліссеңіз және эмоцияңызды суретке бейнелесеңіз деген сияқты. Қуанып тұрған бейнені салуы мүмкін. Және де бұл жерде тек қана жиналыс деп жазылмаған, шара деп жазылған, сондықтан сіз оны қысқа уақытта да пайдаланасыз. Мысалы, кез келген ертең жиналыс, бір мерекелік шарада ата-ананы шақырсаңыз, немесе ұстазға арналған үлгісі де бар, әкелерге арналған үлгісі де бар. Тағы бір идея: ата-аналар жиналысынан бұрын дайындап қою керек болады. Жүрек пішінді ақ қағазға балалардың алақан іздерін осылай түсіреміз, бір-біріне X деп та. Жан жағындағы жазу: бұл қолдары өсіп кетсе де сізді ұстауға әрқашан дайын.
болады. Сөзбе-сөз аударсақ, неважно, насколько вырастут эти руки, они всегда ваши, чтобы держать их. Бұл қолдар қаншалықты өсіп кетсе де, сіз әрқашан оларға оны ұстай аласыз, немесе оларға сене аласыз дегендей қазақша келтіріп жазасыз, және жиналыста ата-аналарға таратып бересіз. Тағы бір идея, ата-аналар жиналысына алдын ала оқушыларға анасы мен әкесі туралы сұрақтар қоямыз. Бұл енді үлкен сыныптарға келеді. Сұрақтарды балаларға таратып беріп, жауабын толтыртамыз. Мына электронды вариантта мен дайындап қойдым. Анасы туралы да, әкесі туралы да бөлек жауап беру керек. Толтырылған беттерді жиналыс кезінде ата-аналарға көрсетіп талқылаймыз. Беріп жібереміз үйлеріне, мысалы әкесімен бөліседі. Ата-аналар балалар өздерінің қалай көретінін біледі, қарым-қатынастары туралы ойланып, жақсы әсер алады. Өте әдемі сұрақтар жазылған. Электронды нұсқада алу үшін төмендегі WhatsApp номерге жазыңыз. Осында айтылған материалдың барлығын электрон нұсқада алсаңыз болады. Және де отбасы тақырыбында біздер өткен видеода мен басқа постерлар ұсынған болатынмын. Енді мынандай әдемі дизайнда тағы да жасап қойдым. Орыс тілінде де, қазақ тілінде де бар. Яғни жиналыс кезінде іліп қоюға өте жақсы. Ата-аналар қолдау, педагогикалық қолдау кабинетіне де жасап іліп қойсаңыз болады. А4, А3 форматта да дайын үлгісі бар. Ілгенде осылай әдемі болып тұрады. Және басқа да көптеген материалдар бар ата-аналар жиналысына қатысты. Оны алдыңғы видеодан да, осы видеодан да көрсеңіз болады. Олардың барлығын, басқа да қандай материал бар екенін инстаграмнан көрсеңіз болады. Қазір инстаграмды соңында айтып кетсем. Және де осы сәтті пайдаланып, мен сіздерге көрнекі сынып топтамасында ұсынғым келіп тұр. Бізде көрнекі сынып топтамасының аффирмация бұрышы. Біздің сыныпта біз пәндер атаулары тек белгі бер. Біз бір отбасымыз деп, ал оқушылардың аттары жазылған шеңбершелер кіреді. Әртүрлі тақырыпта мотивациялық постерлар, туған күндер бұрышы кіреді. Осының барлығын алу үшін WhatsApp номеріне жазыңыз. Айсәуле Сайлау инстаграмына қосылып, басқа да материалдарды тамашалап көрсеңіз болады. Ата-аналар жиналысы сәтті өтсін. Назарларыңызға көп рахмет. Толығырақ мағлұмат алу үшін, басқа да материалдар көру үшін инстаграмға жазылыңыз, WhatsAppқа жазыңыз.